Birinci özümüz bir-birimizdi bir-birimiz tilek aytayık, matematikaga baylanıştı өлең оқышайық, балалар. Оныңызды тұрайық. Керек әр күнге, математика қажет өмірге. Математиканы оқимыз, миымызға тоқимыз. Жақсы, балалар, отырамыз. Балалар, ой қозғау мақсатында біз қазір сендермен мына тапсырманы орындауымыз керекпіз. Тапсырма орында барысында ана кестеге белгілі заңдылық бойынша әріптерді тізіп жазуымыз керекпіз. Түсінікті, е? Жақсы. Кәне, кім керек тақтаға? Келе берейік, Сұлтан келе ғой. Так, мына бірінші сурет бойынша қолыңа алғы маркерді. Так, не айтасың мына бірінші сурет бойынша? Бұл? Бұл төрттен бір бөлігі. Иә, бұл жаңа мына шеңбердің төрттен бір бөлігі деген жазу бізде бар ма? Иә, оған қай жазасың сен? Жақсы. Келесі, балалар, міне бізде бөлшекке берілген өрнек бар, соның мәнін табуымыз керекпіз. Өлім келе ғой, қолыңа ала ғой. Тақташқан бала маркермен шығамыз. Иә, маркермен. Маркермен отыралар. Иә, жауабы қанша болды? Жауабы 12-ден 9 бөлігі. Иә, оған? Қысқа үй атыңыз, е? Жақсы, жарайды. Келесі, Алихан, 6-тан 3 бөлігі. Бұл қандай бөлшек? Бұл дұрыс бөлшек. Дұрыс бөлшек. Оған А атын жазамыз, е? Дұрыс бөлшекке А атын жазасың. Жақсы. Балар, мынау не? Мынау не? Келе ғой? Радиус. Радиус болса белгілейміз, е? Так, кім? Жақсы. Балалар, мынау не бізге? Қашықтықтың балалар формасы табу керек, е? Қашықтың формасы қалай болады? Келе ғой, болса? Аға жібер. Иә, бөлі бә? Ой, бұл көбейту. Иә, С те В көбейту Т. У атып жазылады. Жақсы. Балалар, келесі тапсырма. 3-тен 12 бөлік дейді. Қандай бөлшек? Бұрыс бөлшек. Жақсы. Бұрыс бөлшек тез. Арызамыз. Балалар, мынау? Кім келеміз, е? Иә, диаметр. Олай, е? Соңғы бала тапсырма қалды. 150 қосу А. Бұл не? 150 қосу А. Әріпті өрнек. Оған А әріпін жазамыз. Тез. Жақсы. Сонымен бала әріпті өрнек. Аймат, қандай сөз шықты? Қайталау. Иә, бала, қайталау деген сөз шықты. Енді шығар біз бүгін сіздермен сабақта жаңағы өткен тақырыптарды қайталап өтеміз. Және бүгін сабақтың мақсаты алған білімді қорытындылаймыз. Жақсы. Ең бірінші бар бізде тапсырма қайталау. Балалар, сонымен біз қалай өзімізді бүгін бағалаймыз? Сендерде балалар алдарыңда парақ бар. Бар ма парақ? Өздік бағалау парағы. Жоқ, ол емес. Бағалау кестесі бар, иә. Сол бойынша мұнда бірнеше тапсырма бар, 4 тапсырма, үлгерсек 5 тапсырма орындаймыз, е? Әрбір тапсырманы жаңағы мен айтып отырған балы қанша, соған егер дұрыс жауап берсеңіз, соған бал қоясыңдар. Соңында есептеп шығып, жаңағы жалпы балын есептеп, ол сендер бүгін сабақта қандай деңгейде жауап бергендеріңді айт білесіңдер. Жоғарғы деңгейде, жақсы деңгейде, орташа немесе төменгі деңгейде. Бәріңізге сәттілік, барлықтарың жоғарғы, жақсы деңгейде бүгін жауап берілген тілектеспін. Бірінші біздің тапсырмамыз болар, ол сәйкестендіру. Сәйкестендіру тапсырмасы. Так, қолдарыңа балар маркер алып алыңдар. Өйткені маркермен белгілейміз. Бұл балар сәйкестендіру жаңағы тапсырмасы бөлшектер тақырыбына байланысты бар. Біз бөлшектер өттік қой, соған байланысты жаңа
қайталау тапсырмасы. Так. Оң жағында несі берілген, сөздерін оқисыңдар, сонымен сол жаққа қарап, соны дұрысын тауып сәйкестендіріңіз болады. Жақсы ма? Так, ал келеміз тақтаға. Келеді, сәйкестендіруге. Гүлім келеді ғой. 5-тен 6 бөлігі. Жоқ, сен гүлім біріншінен оқи қой. Ана, оң жақта оқы. Бөлімдері. Бірдей бөлшектерді азайту. Так. Ол қайсына қатысты айтылған? Иә. Бала дұрыс па? Өте дұрыс, жақсы. 1 балл. Кестеңе жазып қой, жақсы. Келесі, Сұлтан келе ғой. Сұлтан екінші тапсырманы оқы. Дұрыс бөлшектер. Дұрыс бөлшек тауып ал, соған апар сызықты. Дұрыс бөлшек. Иә, апала ғой. Төмендетем. Жақсы. 1 балл. Өзіңе кестеңе жазып қойсын. Келесі, балауса. Үшінші тапсырма? Аралас бөлшектер. Аралас бөлшектер дейді балалар. Так, 1 балл, жақсы. Және Алихан. Соңғы тапсырма? Оқи ғой. Бұрыс бөлшектер. Бұрыс бөлшектер дейді. Жақсы. Иә, бұрыс бөлшек. Өте жақсы. 1 балл. Так, қалған 3 оқушы бұл тапсырмаға орнамадыңдар, бұл тапсырманы басқа тапсырмаға қатысамыз болады. Жақсы ма? Так, енді балалар, қазір бізге келесі тапсырмамыз деңгейлік тапсырма болады. Онда қазір бәрін түсіндіремін сендерге. Онда 10, 9, 8, 7, 6, 5 бұл не? Балдар, е? Сондай деңгейдегі балдағы тапсырмалар бар. Қазір енді осы тапсырманы аласыңдар. Қалай? Жребий арқылы. Кімге қандай балдағы тапсырма керек екен? Сол үшін бір-бірден келіп, жребий тартып, жаңағы тапсырмаларын алыңдар. Күміс әйелі ғой? Аласың. Нешінші? 10-шы бал екен. Ала ғой, қарай ғой, қандай тапсырма екенсің? 150. Жоқ, ала ғой, sana жұлып ала ғой. 154-ші беттегі 4-тің асы. Так, оны сен қазір келесіңде оқуында алып келе ғой. Тақта орында өзің борын бар анда. Борындағы борындай ғой. Жақсы ма тақтаға келіп. Келесі, Алимат келе ғой. Алимат ала ғой өзің енді. Көрсете ғой. Неше екен? 5 балдық екен. Ала ғой. Жұлып ал. Жоғарттар. Иә. 156-шы бет, номер 4. Жақсы. Оны мына алдарға не қойдың? Қағазын қойшы, соған орындайсың. Жақсы ма? Қойып, оны қағазыңды фломасымен орында, марка емес, фломасымен орындайсың. Жақсы ма? Номер 4-ті бір қосып, бір алуаманға орындайсың. Жақсы ма? Келесі, гүлім келе ғой. Гүлім. Қарамаймыз не? Ала ғой. 8 бал. 8 бал тапсырма аласың. Ала ғой 8 балды. Ала. Тап. Иә. Оқи ғой. 154-ші бет, номер 4 асы. Номер 4 асы. Орындай ғой. Қағаз орындайсың мачтеліға. Балауса келе ғой. Қарамаймыз, тұрапқа қолымызды саламыз. 9 бал. 9 балдық тапсырма екен. Иә, оны да қағаз орындайсың. Орында отыр. Жақсы. Алихан келіңізсің бе? Келе ғой. Алихан. Енді нелер қалды, е? Сарылар қалды. Ала бер, кез келгенде. 154-ші
aldık hala koy. Sol tengdevge şunçusunu alasın. Yekmişini alasın. 4-1 nomer 3. Жақсы. Темірлан. Маған 7 бал. Жетіп алдық. Жетіп алдық. Жақсы. 154 бет номер 3. Аха, оқуын алып кел. Темірлан мына жерге шығара қой. Теңге ғой, иә? Иә. Мұнда келіп шығару теңге ғой. Орындау. Оқылғаныңды. Болғандарын айтыңдар балалар. Болды деп. Тапсырмаларыңызды сонда құрысыңдар. Сонда соншама балаларыңыз балалар. Осы бірдің астын сыласын. Осы бірдің астын сыласын. Тоже қырақтай. Ол қолына қапшыдан. Тез қимылдаймыз. Орындаймыз. Сақтау уже жазуымды сиятындай. Болғандан қол көтеріліп алып. Gülüm oradan dura koy. Seninki kaç yapsın Сол жеті бер. Ага. 4. А, иә? Ага. Так. Жауабы қанша болды? Cevabı 480 kilometre. Бірінші амалда жылдамдық қашықтығын таптыңдар? Қашықтықтан таптыңдар? Иә. Қанша болды оның жауабы? Onun cevabı 160. Сағатына? Saatine 160 kilometre. Өте дұрыс. Екінші амалда қашықтық таптың, иә? Иә. Қанша болды? 480 kilometre. Иә. Бұл немененің қашықтығы болды сонда? 2. Екі автокөліктің ара қашықтығы. 2 ауылдың болды, иә? 2 ауылдың ара қашықтығы болды негізі. Жақсы. Тапсырманы мында қалдыра қой. Бұл неше балдық тапсырма болды? Гүлім? Бұл неше бат болды? 8 ба 9 ба? Жоқ, неше бат тапсырма мынау? 8 мынау неше бат болды мынау? 8 бат па? Иә. Кестеңе 8 бат қоя қой. Так. Иә, айта ғой. Түрдің әсі шешуінде бұл жақты табамыз. Жақындау жылдамдығын, иә? Қанша болды? 160, сағатына 160 километр. Екінші амалда? Екінші амалда V2-ні табамыз. Онда қашықтықты. S2-ні табамыз. Онда 480 километр шықты. Дұрыс. Енді жалпысыны табамыз. Онда 700 километр шықты. Ана қысқаша шартында С тең белгісі деп қойыңдайсың еще. Астына С тең. Жалпы километр, иә? Oldu. Белгісіз километр. Жақсы. Дұрыс орынға алыпты, Күмісай. Сенікі ең жоғарғы 10 пайда қойыңды, иә? Жақсы, 10 пай. Балауса? Екінші тапсырма. Екінші тапсырма бізге міне мұнда берілген, иә? Қыш атаудың ұзындығы 4-3 метрге, ал ені 4-1 метрге тең. Қабырғалардың ұзындығын сантиметріне тап дейді. Қыш астауының табанының ауданы мен периметріне есептеген, иә? Жақсы? Ұзындықты сантиметрге айналдырдың ба? Иә. Қанша бұл сантиметр ұзындығы? Балауса? 75 метр. Сантиметр болды. Сантиметр, иә? Иә. Сантиметр. Так, еніші? 25 сантиметр. Иә, дұрыс. Так, енді периметрін қай таптың? Периметр жақсы ашылған. А қосу В Жоқ, формуласы керек жоқ. Бірден айт жаңағы. Есебің. жақсы ашылған 75
қосу 25, Мгм. жақша жабылған, көбейту 2 тең 200 метр. Бұл сантиметр. Сантиметр. Метр деп қойдың ба сен? Иә. Сантиметр болды. Так, сантиметр. Бұл немесе ол периметрі, иә? Так, жақсы. Енді ауданы. Ауданы 75 көбейту 25 тең 1875 сантиметр. Квадрат сантиметр, иә? Несіне периметріне жаңағы сен не деп қойдың метр деп қойдың, не сантиметр. Так, бұл неше балл қалсын сенікі? 9. 8 балл өзіңе қоя қой. 8 балл. Жақсы қоя сал қарай. Келе ғой. Сол жерде тұра ғой. Сол жерде тұра ғой. Анчеге тұр. 84.659 қосу 891 1362 тең 976.021. Өте дұрыс, жақсы. Екінші алған алған ба? Иә, алдым. 987.887 алу 49.879 тең 938.8. Өте жақсы. Қой мына жерге. Так, 5 балл тапсырмады, иә? Өзіңе 5 қойып кесеңе. Қой сал. Так, тағы да кім? Темірлан, иә? X неше тең болды? Y тең 40-тан 17 бөлігі. 40-тан 17 бөлігі. Өте дұрыс. Жақсы. 7 балл. Өзің алып кетті, өзіңе 7 балл. Ал. Мен болдым. Жоқ, неге? Мұнда қойсың. Мынаған қойсың. 5 балл қойсың. Кім? Иә, оқи қой. Өзіңдікі? 80-нен 72 бөлігі алу, жақша ашылды, X алу. Жоқ, X неше тең болды сонда? X 80-нен 69 бөлігіне. Дұрыс, 80-69 бөлігі тең болу керек. Өте жақсы, 7 балл. Екінші тапсырма қоясың. Иә? Так, тағы да кім еді? Сұлтан ба? Сұлтан? Сенің тең тапсырма X-ның неше тең болды? Қолдан тұра қой. X-тен 19-125. 19-125, иә? Иә, дұрыс. 125-тен 19 дейсің, иә? 125-тен 19 бөлік болды. Жақсы. Қоя қой. Иә, 7 балл қоясың. Біз балалар мына баллық тапсырмаларды өте жақсы орындай алдық, иә балалар? Енді келесі тапсырмаға көшеміз балалар. Келесі тапсырмаға көшеміз. Диаграммамен жұмыс балалар. Так, балалар, қазір пазл ұрамыз. Мен қазір пазлдар былай бөліп жаңағылай қойып қояйын. Соны қазір өздерің аласыңдар, иә? Оған дейін балалар мына неге қараңдаршы. Так, 2-тен 1 бөлік, 4-тен 1 бөлік естеріңіз түсіндіріп алар, иә? Қазір мен мына жасырып қояйын. Біз балалар пазл мөлдің ар жағында тапсырма бар. Біз бұл тапсырманы мына номер 5-ші тапсырма бойынша орындаймыз. Диаграммада оқушының тәулік бойы әр түрлі іс-әрекетке жұмсалған уақытты бейнелеген міне балалар. Көрдіңдер ме? Диаграммадағы мәліметтер бойынша қазір кесте құрамыз. Сағаттағы уақытты анықтаймыз. Бір-біріне алыңдар, бір-бірі пазл алыңдар, бір-бірден шығамыз. Келе ғой, әлімғат келе ғой. Темірлан кел, тез. Мектептегі сабақ міне. Мынау бөлгі, соны табасың, сол жерге жазасың. Үй тапсырмасын табасың. Міне мынадай бөлгі. Қалай табасың үй тапсырмасы? Келе ғой. Таза ауаға шығу. Жақсы, Алихан.
таза ауаға шығу. Дене жаттығулары мен еңбек орнау дейсің саған. Не солай ма? дене жаттығулары мен еңбек. Балауса. Күмісай дайындау. Балауса. Саған онда енді тамақ ішу. Күмісай. Келесің келіп күмісай. Отыр. Қызығатын ісімен айналысу. Жақсы. Содан кейін гүлім саған ұйқыға кел. Енді осыларды жаңағы сағаттағы уақыттарын анықтаңдар. Қазір мен енді қазылдың астын кетейін. Жақсы мына жерге. Болғандардың барсыңдар ма? Бала кіре керек. Кіредің ağzını ашып. Бірінші жаңа альбат сен ғой не? Келе ғой. Сағат не табу керек? Саған мектептегі сабақ не? Тең 24 бөлу 4-тен 6 сағат. Сағат, е? 24 сағатты жаңа сен қайттың бөлу 4-ке. 6 сағат болды. Жақсының ба желім? Бас қой. 6 сағатқа дұрыс, 6 сағат болды. Мектептегі сабаққа 6 сағат көбірек қалыңдау жауады. Так, сағат не болды? Келе өтемін. Менікі үй тапсырма. Одан мен 24-те бөлдім 12-ге. Болды 2 сағат. 2 сағат. Қасқа тұрқымды. Аймар, тесте жақсы ғой. Шағырың болды қазір. Жеман olsun содан кейін келеміз. Сұлтан келеді? Ай, Сұлтан, ай, сенікі не? Таза ауаға шығу. Мен 12-ні бөлдім 6-ға, тек 2 сағат. 2 сағат таза ауада оқушы 2 сағат жүреді екен, е? Так, келесі оқушы. Қазылымыз кластық едақында не болады? Келе баян екен. Дене жаттығулары мен еңбек. 12-ден 1 бөлігі. Тең 24 бөлу 12 тең 2 сағат. 2 сағат, е? Дене жаттығулары мен еңбекке 2 сағат уақыт жұмсайды екен оқушы. Жақсы. Құрастырып азылыңды. Енді кім келеді бізде? Келіңдер, кім дайын келе беріңдер? Қазір. Кішкене. Жақсы. Болса? Тамақ ішу. 24-тен 1 бөлігі. 24 бөлу 24-тен 1 сағат. Тамаққа күніне 1 сағат уақыт жұмсайды екен. Кіре жағылды, е? Келесі оқушы. Келеміз, күмісай. Қызығатын ісімен айналысу. 24-ті бөлеміз 24-ке 1 сағат. 1 сағат, е? Дұрыс. Соңғы бір пазылдың бөлігі қалды. Орындарын тапсырмам ғой? Оқи ғой. Ұйқы. Ұйқыға? Қарайшы оқады. Өте көп уақыт жұмса. Ең көп е бала тәулігіне. 24-ті бөлеміз 4-ке. Қосамыз 24-ті бөлеміз 6-ға. Тең болады 10 сағат. Сонда? Не болды? Тәулігіне? Тәулігіне 10 сағат. Ұйқыға? Ұйқыға 10 сағат. Жұмсайды екен, не? Оқушы бала негізі оқушыларға тәулігіне 9-10 сағат ұйықтаған өте пайдалы екен. Жақсы, балалар. Қазымызда қандай сөз шықты? Математика, иә. Біз математика сабағында отырмыз. Математикалық тапсырманы орындаймыз. Математиканы біз өте жақсы білуіміз керек. Иә, жақсы. Барлықтарында тапсырма орындауда қателескен еместер. Ендеше бәріңе бір балдан. Келесі мына диаграммамен жұмысқа соған 1 балл қоясың өзіңе. Жақсы. Ендігі бізде тапсырма салыстыру
жаңағы салыстырылған. Кейбіреулер дұрыс. Сонда бізге анықтау керек. Қайсысы қате, қайсы дұрыс. Тақтаға шыққан кезде бала немен шығасыңдар? Маркермен шығып отырыңдар. Жақсы ма? Иә. Қатесін табу үшін. Бұл да балалар жеті тапсырма, әр қайсына бір-бірден бәрін бір-бір бағасы. Егер де дұрыс орындай алсаңдар, сол үшін дұрыс орындау керек бұл тапсырманы балалар. Жазып отырамыз дәптерге жазып отырыңдар тапсырманы. Так, орындаймыз. Ал, бірінші. Кім келеді? Келе ғой Гүлім. 523 көбейтілген 241. Иә? Мынада Артық дейді. 522 көбейту 241 дейді. Дұрыс па осы? Неліктен? Түсіне аласың ба? Көрсетші немен, маркермен. Сыза қой соны, аха. өйткені мынада Иә, не дейсің? Бірінші көбейткіште бірінші көбейткіште бірлікті сызық қой соны, аха. Сызық қоясың. Үстіне сызық қой, аха. Бірліктің саны саны артық. неден артық? Екінші Екінші сол жақ, оң жақтағы. Аха. сол жақтағы Аха. бірінші Саннан ие? саннан. Жақсы. Ендеше мына көбейттің мәні үлкен болды, көбірек болады. Жақсы. Иә, бұл тапсырмалар дұрыс екен. Жазып отырамыз дәптерімізге. Жақсы бал алса керек қой. 1 балл. Гүлім 1 балл. Салыстыру деген кестеге 1 балл қоясың. Аха. 892 көбейту 6 көбейту 2. Мхм. Неге? Дұрыс па тең болғаны? Дұрыс. Түсіндік неге? Өйткені 6-ға 2-ні көбейткенде 12. Иә. Аха, сонда Сонда екі жақта тең. иә, бірдей көбейтін шығады, солай ма? Иә. Жақсы, бұл дұрыс екен. 1 балл. Келесі, Күмісай. Күмісай. 420 бөлінген 20 бөлінген 1. 420 бөлінген 20 көбейтілген 1. Бұнда қате өйткені Неге қате? әрбір санды бірге көбейтсек, онда бәрібір сол сан шығады. 420-ны 20-ға бөлсең қанша болады? 21 бөлінген 1 болады. 20. Иә, анда да? Анда да 21. Иә, қандай ереже бар? Кез келген санды бірге көбейтсек, сол сан шығады. немесе кез келген санды бірге бөлсек, сол сан да шығады. онда үстінен түзеп қой. Қате не бұл? Міне қатесін таптық. Жоқ, олай емес. Ана ненің үстінен былай сызасың тура, сол белгінің үстіне былай сызық ортасынан сызық қой. Жайден солай тұрсын енді. Негізі үстінен. Келесі, кім бізде шыққан жоқ? 1 балл Күмісай жақсы. Кім шыққан жоқ? Алихан келе ғой. Тез Алихан. 245 бөлу 5 артық 255 бөлу 3-тен. Осы теңсіздік дұрыс па? Дұрыс емес. Неге? Өйткені бұнда бірінші оң жақ бірінші ондықта ондық үлкен, иә? үлкен, сол жақтағы бірінші ондық ол кіші. Кіші, иә. Және үлкен санға бөлініп тұр жерде, иә? Анда кіші санға бөлініп тұр. Ендеше қате болып тұр. Үстінен бастыра қой. Жақсы. Сұлтан келе ғой. Алдың ба? Тез. 8599 көбейтілген 152 көбейтілген 8-ін ал. Осы теңсіздік дұрыс па? Бұл қате. Неге? Өйткені мұнда 500-лік болып тұр, анда 600-лік. 100-лік артық, иә? Ендеше көбейткен кезде неме? Сол оң жақтағы көбейтінің мәні артық болады, иә? Жақсы, солай істейміз, жақсы. Темірлан келе ғой. 1 балл. 285 көбейту 4 көбейту 5. Тең 5 көбейту 285 көбейту 4. Мұнда дұрыс. Неге? Өйткені орларын ауыстырып тастаған. Иә, 285-ті бірдей санға
Санарға көбейтіп Тұр. ендеше тең болды. Өте жақсы. Айнұр сен қал, ең 1 балл. Сен онан 1 балл. Жақсы. Алимора. 422 көбейту 2. 244 көбейту 2. Оған жазамыз ба? Жазамыз. Мұнда қате. Неге? Өйткені мұнда жүздік 2, Ал мұнда 4. жүздік 4. Мұнда жүздігі артық, е? Иә. Ендеше көбейтінің мәні мұнда 422 көбейтілді 4 үлкен болды, е? Қанша болды ба? 422 көбейтсе қанша болды? Қанша енді? 8. Ал мына жақта қанша болды? 488. Жақсы. 1 балл. Жақсы. Ал, болды ма? Қойып алыңдар. Ендеше міне салыстыруға байланысты тапсырманы қателерін тауып дұрыс орындай алдық, иә? Бала, соңғы тапсырма. Соңғы тапсырма. Мына жерде бізге есеп берілген. Иә, міне. Тік төртбұрышты өзардың ені 12 метр. Бұл оның ұзындығының 3-тен 1 бөлігін құрайды дейді. Гүлзардың ұзындығын тап. Балар, мына жерде ауызша орындаймыз. Қараңдаршы, бізге мына жерде міне қысқаша шарты берілген. Иә, балар, міне. Мынау ені, мынау несі? Ұзындығы, иә? Так, бізге ұзындығын табылар ені мына ұзындығынан 3-тен 1 бөлігін құрап екен. Енді бала айтыңдаршы, ұзындығын табу үшін жауабы олар неше болады? Қалай білдіріп отырсақ болды бала? Иә, сонда гүлзардың ұзындығы нешеге? 36 сантиметрге тең. Өте жақсы балалар. Біз міне бүгін жоспарлаған тапсырманың бәрін орындадық. Енді бағалау кестелерді қолдарыңа алыңдар, есептеңдер, кім қанша балл алды екен. Содан жалпы баллар қойыңдар. Жаңағы тест етіп қой, соған да әрқайсының өзіне бар 1 балл қойыңдар. Бәрінен дұрыс жауап беріңдер. Мына 5-ші кестеге 1 ғой. Енді есепте барлығы неше балл сен жинапсың? Содан кейін қараңдар. Сана. Соны жазып қой. 8 балл. Жазып қой. Ал 8 балл болса, ол сен бүгін сабақты қандай деңгейде жаңағы орындады, тапсырмады орындады? Тұр ғой, 12 балл болды ма? Иә. Ол қандай деңгей екен? Иә, сен өте жоғарғы деңгейде бұл тапсырманы орындадың. Өте жақсы. Енді Алихан, сенде неше балл? Менде 11 балл. 11 балл бұл? Бұл жақсы деңгей. Жоғарғы емес пе? Жақсы деңгейде сен бүгін жауап бердің, иә? Сұлтан, сенде? 11 балл. 11 балл сенде, иә? Бұл жақсы деңгей. Жақсы деңгейде екен, иә? Күмісай? 13 балл. Жоғары деңгей. Жоғары деңгейде ондан тапсырмалар. Жақсы. Балауса? 12 балл. Жоғары деңгей. Жоғары деңгей, иә? Так. Кім? Темірлан? Менікі 10, менікі жақсы деңгей. Жақсы деңгейде тапсырмаларды орындадыңыз. Сонда бізде бүгін неше оқушы жоғарғы деңгейде тапсырмаларды орындады? Қол көтеріңдерші. Иә, 3 жоғары көтеріңіз болды. 3 оқушы жоғарғы деңгейде білімдерін көрсете алды бүгін сабақта, иә? Неше оқушы бізде жақсы деңгейде білімдерін көрсете білді? Сұлтан, иә? 3 оқушы жақсы деңгейде білімін көрсете алды. Жақсы. Содан кейін Алимұрат, сен орташа деңгейде бүгін сабаққа қатысып білім деңгейін көрсете алдың. Бірақ сен бізге қандай сөз бересің? Бересің ме сөз? Жаңа 90-да. 1-90-да не істейсің сен? Мен қайтадан жақсы оқимын. Оқуға жаңағы, иә? Оқулықтарыңды түзеп, жаңағы біліміңді жоғарылатасың, жақсы деңгейге білім алуға тырысасың. Өте жақсы. Балалар, сабақтың соңында енді сендер өздерің бүгін міне 3 ақылды күміс тұр. Білеміз де олардың не білдіретінін. Бүгін сабақта сендер қандай әсер алдыңдар,
сабақтың бүгін жаңа тақырыптарын қайталап бар қайталап берген тақырыптар соларды сендер дұрыс орындай алдыңдар ма? Иә, үш не бар, үш дөңгелек бар, иә, жасыл, біреу сары, соң біреу қызыл, иә, қараңдар. Сонымен келіп мына жерге өз жаңағы нелерін белгілеріңді қойыңдар. Сұлтан келе ғой. Кім дайын тез дайындап қойды? Келе ғой, аға. Артына клей жағамыз. Клей жағамыз. Жақсы, тосасың. Тосамыз. Так, жақсы. Сен керісінше жасыр ғой жаңа. Ар жағына да сызық бар еді ғой, иә? Иә, сызығын сен ар жағына да жасырып қойдың. Так, иә, қосамыз, топырламаймыз. Қосамыз, топырламаймыз бір-бірімізге. Арғаш сақтаймыз. Иә. Менің байқауымша Алиматтан басқан барлықтарың бірінші ақылды күзге белгілеріңді қойып атсыңдар. Бұл бала не деген сөз? Сендерге бәрін түсіндік. бәрін түсінді және сабақ ұнады. Алимұрат бізде әлі де тырысады, талпынады. Келесі жаңа тоқсанда ол да сендер сияқты жақсы білетін болады. Қуып жетсін де білім бойынша. Жақсы бар, сабақ аяқталды.